Достар, мені көріп тұрсыңдар, мен де сендерді төменде комменттен көріп тұрмын. Рахмет, барша жаңа лүпіл басып коммент қалдырып жатқандарыңа не үшін екенін білмеймін, бірақ әшейін өзім үшін ермек видео түсіріп отырық. Бүгін мынандай тақырып, жалпы iPad тұрғанда Android планшеттері не үшін керек дегендей топас сұрақтар бар, сәйкесінше адамның өзіне байланысты. Енді қараңдар, жалпы менің планшетім туралы бүгін әңгіме болмайды, жалпы Android планшеттер жайында болады. Бұлардың мүмкіндіктері туралы және де iPadпен біз бұны салыстырамыз. Салыстырғанда бенчмарк ондай емес, жалпы мен сендерге кейінірек айтам, өздерің түсінесіңдер. Ал кеттік. Бұл планшеттер таза ойынға арналған, алдыңғы бір видеомда айтып кеткен болатынмын. Дефолтты кино, TikTok, YouTube сияқты нәрселерден айтпай қойық, оның кез келген 40 мыңдық телефондарда көрсете алады. Жалпы айтқанда, бұл максималды ойынға арналған. Бұның мақсаты ойын ойнау. Басқа тірлікпен айналыспайды бұл. Ендеше, тез бір мысал келтіре кетейін. iPadпен салыстырғандағы сендер үшін еңбектеніп сурет салып қойдым. Мысалы, мынау iPad OS, iOS деп жаза берейік. Бұл iPadтың күші, мынау Androidтың күші, көрдің ба? iPadқа жетпейді. Мынау ойындар, бізге керек ойындар. Мінекей қараңдар, Android планшеттері ойынға жетіп тұр. iOS-тікі әлбетте жетеді, және де мына жақтағы бұның күштері жалпы архитектор, дизайнер, 3D автокад мен 8К видеоларды 60 FPS сақтайтын жандар үшін, отморозоктар үшін арналған ол девайс. Сен PUBG Mobile ойнайтын 120 FPS-те бұның барлық күшін өміріңде қолданбассың. Бұл ысырап. Бұның M5-тегі құны ең сорлы памятындағы 800 мың теңге болады. Ал сен соның 50% ғана қолданасың ойынға. Асып кетсе TikTokта стрим жасайсың. Ол да аз кетеді. Ол да толмайтыннан бәріне. Androidқа келер болсақ, бұл ойынға да, TikTokқа да жетіп тұр. Болды. Бұған бағанағы артық жұмыстар керек жоқ. Сен өмір жоламайтын. Сондықтан да бұның құны 400 мың. Яғни сен мынаның құнына 800 мың. 400 мыңнан 2 планшет алып аласың. Сондықтан да қатты ысырапқа берілмеңдер. Жалпы табиғатта бар ғой. Мен сүйікті стримерім iPadпен ойнайды, мен де iPad алу керекпін. Енді ол сенің стримеріңе ақша келіп жатыр ғой. Ол өзінің ақшасын ақтап жатыр. Сен жүрсің 0024-ті күтіп, жүресің оның қарызыңды төлеп, алайда барлық күшін фул қолданбайсың. 8К видео 60 FPS-те дронда түсірілген видеолармен сен жұмыс істемейсің. Архитектор, 3D дизайн, суретші де емессің тіпті. Сен бар жоғы PUBG Mobile'ды 120 FPS-те ойнайсың, асып кетсе запись экрана немесе TikTokқа шығасың. Болды, сенің патологың. Керек емес мына күштің бәрі саған. Ойын одан артық талап етпейді. Міне ойындікі, өзінікін сұрайды, болды, оған керек жоқ басқалар. Соң кішігірім түсіндіріп кеттім. Кішігірім қазақтың көзін ашқым келіп тұр. Енді білмеймін, бір-екеуін ойланып қаларсыңдар, қалғандарыңа пофиг болса да. Не болса да өзің жеке бас проблемаң, өзің шешіп аларсың. Жалпы мен айту парыз. Аксессуар тақырыбына келетін болсақ, міне мынандай өзінің чехолы бар. Жалпы бұда кулері бар. Кулерді не үшін сен қосасың, сен имбецилсің ба деген сұрақ туындаса, мен солай бір рет айтып кеткен болатынмын. Жалпы мобильді ойындар үшін бағана PUBG Mobile бар ма, Delta Force бар ма, оларға кулер керек емес. Өзінің мына рассеивателі жеткілікті. Ал қандай жағдайда кулер қосамыз? Мен қазір аксессуарларды таныстырып болғаннан кейін өздеріңмен бөлісе аламын. Тамашалайық. Мінекей мынандай кулері бар. Өте керемет кулер. Бұл қателеспесем соңғы нұсқасы Red Magicтің. Мінекей келбеті осындай. Мынау сымсыз зарядка бір бәле дейді, оны өзімді түсінбедім. Білмеймін, 9-да істей беремін, бір бәлесі бар. Бірақ MagSafe-пен жұмыс істейді, демдеп қоясың, білмедім. Ол жағын толыққанда зерттемеппін. Мінекей өзі жалпы былай жұмыс істейді. Дыбысы естілу керек. Өте керемет. Мына жақтан ыстық ауа үрлей бастайды. Мына жағы мұз болып келе жатыр. Мұз, мынау кәдімгідей саусақты тоңдырады. Мына жерге бірдеңке сеуіп көрсек күйіп кетпей ме? Су тамшылатып қойсақ, мұз қылып жүреді мына жерде. 100% демі. Керемет, осы маған керек еді. Жарайды, біз тоқталып тастайық, мен толым өте алыста жетпейді. Мынау өзінің чехолы, Red Magic Astra'ның, және сәйкесінше бұл өзіне келеді. Өзі магнитпен жабысып қалды. Бірақ шыны керек, егер пенде ретінде логика бойынша ойлап қарасақ, чехол ауа өткізбейді ғой негізі. Қаншалықты тесік болса да, ауа өткізбейді. Ол факты. Плюс, мына қараңдар, мына жерде ауа тұр көрдіңдер ме? Арасы ашылады. Және де енді пендеміз логика бойынша бұны ешқалай суытамайды негізінде. Яғни біз чехолды шешуіміз керек та, тікелей жабыстыру керекпіз. Тікелей жабыстырайық десек, мінекей қараңдар. Процессорымыз Snapdragon осы жерде тұр. Мынаның өзінің магниті бар коробкасында. Соны мен мына сәнін кетіріп, бетіне жабыстырып тастау керекпін, шынысымен бірге. Ол өте әдемі емес болып көрінеді. Сондықтан да бүгінгі видеоның бір мақсаты да сода болып тұр, сендерге көрсетіп алу.
осындай түрінде. Сағынғанда осы видеоны қараймын. Осы видеодан кейін мен соны жабыстырып тастайын деп шештім. Чехолды алып тастаймын. Чехолмен жалпы бір жерге шыққан кезде бірдеңке болып қалмасын, құлап қалмасын деген мақсатта болмаса, қалай суытады ол, миға қонбайды ол. Немесе білмеймін, мен қателесіп отырмын. Жалпы бұның бәрі не үшін керек? Бағана айтып кеттім, Delta Force, PUBG Mobile, жалпы мобильді ойындарға кулер керек емес. Өзінің мына кулері жарап тұр. Мына кулер бізге керек, егер де біз өзіміздің девайсымызды бір консольдарға тиесілі жасап тастасақ, мысалы Xbox немесе PlayStation ретінде, мінекей өзінің геймпады, бұл да Red Magic планшетке келеді, созылады және Bluetooth арқылы істейді, ешқандай кешігу уақыты жоқ. Мен ана камера арқылы қарап отырмын да, содан кейін сәл ыңғайсыздау болып отыр, есік ұстап қалып жатырмын. Мінекей қойылды, геймпад қосылды деп тұр. Мысалы біз кулерін қосамыз, сымын жалғаймыз. Мінекей арт жақтан қарасақ, осындай девайс болды. Бұл енді қорқынышты әрине түрі, бірақ та қазір түсінесіңдер не үшін қосылып жатқаны. Кеттік ал. Қараңдар, бәрін естіген шығарсыңдар, қазір облачный гейминг деген бар, cloud гейминг, мысалы ПК ойындарда планшетпен ойнауға болады. Енді ол GeForce Now бар, бірақ мәселе қазір ода емес, мен айтайын деп жатқаным эмуляторда. Мысалға сен 100 гигабайттық GTA-ны аласың дағы, өзіңнің планшетіңе орнатасың да, ешқандай облакасыз, интернетсіз, тікелей өзің девайсыңмен ойнайсың. Я төмен FPS-те, я бұл қосымша әлі, шикі әлі біраз жұмыс істеу керек, Steam-нің өзі қызығушылық танытып жатыр дейді бұл қосымшаға, және ол ұзақ уақыт талап етеді. GTA 5-те 90 FPS-пен өтіп жатқандар бар. Планшетте интернетсіз, тағы бір рет айтамын, бұл клауд ойын емес, облачный гейминг емес, бұл мүлде. Қазір міне iOS-қа қарағанда Android планшеттер ПК ойынын аша алады. Қазіргі таңда менде Steam-да өте аз ойын, пиратский ойындарды қоя беруге болады, жалпы, бірақ мен авторларға рахметімді айтпасам, олай жүре алмаймын. Мінекей Steam-ға кірейік, менде орнатылып тұрған 3 ойын бар. Міне жаздым, памяттар жаңағы Metro Exodus 70 гигабайт дейді, сұмдық. Әрине, жақсы FPS болу үшін ескі ойындарды өтесің. Tomb Raider'ын жалғасы бар айтпақшы. 30 гигабайтқа жуық екен. Кезекпен көрсек аламын. Tomb Raider кеттік. 3 ойынды көрсетіп жүрейін. Бұл жақсы FPS беру үшін настройка PC игры, және де мынаның ішінде неше түрлі драйверді қою керексің. Бұл өте қиын, бас ауырту керек. YouTube-тан жауабын іздейсің, Reddit-тан іздейсің, сондайда кішкене қиындау. Бірақ сен жақсы FPS-ті түсіріп алсаң егер, әрмен қарай саған өзіңе жеңіл болады. Мінекей. Кәдімгі Windows ашылып кетті менде. Launcher көрейік ал. Мінекей, Android планшетпен не істейміз деп, не істерін білмей жүрген жандарға арнайы көрсетіп жатырмын. Қазір сен ПК ойындарын ойнасаң болады. Қазір мына жерде бір ақылды отырған шығар бәлкім. Одан да қиналмай компьютер жинай салған дұрыс қой деген сияқты. Жоқ, компьютерің игровой, жақсы FPS көтеретін үлкен ультра графикаларда ол ешқандай да 400 мың теңгеге ондай компьютер жоқ. Ашады ол, CS-іңді ашады, тағы да басқа жеңіл ойындарды ашады, бірақ шынымен шынайы графикасы жоғары ойындарды өкінішке орай ашамайды, болмаса өте төменгі сапада ашады. Сондықтан төменгі сапа болса, сен 400 мыңға одан да планшет алып, және де өзіңнің сүйікті PUBG Mobile, Delta Force-тарында ойнай бере аласың, және керек кезде проходилкаларды 30 FPS-пен өте берсең де қайда жатыр. Проходилкаларға, мынандай өтетін компания ойындарға жалпы мен айта кетейін, ешқандай да FPS қатты қажет емес, 30 FPS-тің өзі жеткілікті, 30, 40, 50, 60 жеткілікті. Бұған керек емес 120 FPS-тен. Өйткені сен басқа ойыншылармен жарыспайсың, оларға килл жасау деген сияқты, олармен жарысу сияқты мақсатында. Ондай тема жоқ, бұл кәдімгі кино сияқты өтесің. Боттарға қатысасың, боттарға қарсы ол сюжет бойынша. Болды, оған FPS-тің не қажеті бар? 30-дан төмендеп кетсе әрине жаман, бірақ бағанағы мен көрсетіп кеткен настройкаларды жұқлау керексіңдер. Айтпақшы, ұмытып бара жатырмын, аксессуарлардан тағы мынандай кішігірім колонка бар. Динамик дейміз бе? Егер планшеттің дыбысы онша емес естіліп жатса, кино көрген кезде отбасылармен мысалға біз әйелімізбен шай ішкенде осымен кинолар көреміз. Бұл да Red Magic-тікі, Bluetooth арқылы істейді. Білмеймін, қазір геймпад қосылып тұрғаннан кейін бұл істей ме, істемей ме? Істеу керек деп ойлаймын. Міне дыбысы былай шығады, естіліп тұр деп ойлаймын. Осындай моноколонка, стерео емес. Мінекей достар, өткенде мен мобильді нұсқасын өтіп едім ғой, видеосын көрсеттім сендерге. Бұл ойын емес, бұл ПК ойын, оның жалғасы, бұл мобильді нұсқаларға шықпаған. Слушай, а ты в курсе, что мы ищем? Стоп, нужно посмотреть. Не отходи. Что-то происходит.
Керемет ойын ұнады маған. Өтіп тастаймын енді, құдай қаласа. Сендерге де кеңес беремін. Жалпы сенде Android телефон болса да сен бұны өте аласың. Бірақ айта кетейін, флагман болу керек телефоның. Және де бұл программа әлі шикі және настройкасында 1045 рет басыңды сындыру керексің. Жақсы FPS-ті тауып алу үшін. Немесе YouTube, Reddit-тан шықпау керексің. Форумдардан жалпы. Келесі ойынды көрейік. Мынау Рим деген ойын. Rise Son of Rome дейді. Римнің баласы деген сияқты. Rise деген не деп аударылатынын білмедім. Жалпы мен осындай гладиатор, Рим тарихына өте қатты қызығам. Гладиатор деген сияқты. Және де өзім кезінде кейбір себептерден бұл ойынды өте алмағам. Не ПК-да, не консольдарда. Енді соны планшетке жазып өтіп жатырмын. Әрине енді бастадым. Енді чехолды шешіп, көйлерді жабыстырып, ары қарай ұру керек болып тұр. Сосын тағы назар аударыңдар, ойындар планшетке, телефондарға оптимизация өтпегендіктен, оңтайландыру жалпы жасалмағандықтан, осылай мынандай загрузкалар бар, өте ұзақ болады. Бірақ бір кіріп алса болды, ары қарай кете береді. Мінекей, мен римлянин болып жатырмын мына жерде. Видео бар дейді. Ұмытып қалыппын. РТЛТ. Кеттік, let's go. Анимациялар бар. Бар. Ты погибнешь не напрасно. Имба. Мына ойды өту керек енді. Бұл жақта да енді кішке кірмандай нәрсе жасап қойды, бас қатыратын. Қатыра саламыз енді айтамыз. Ал кеттік біз келесі ойынды көрейік. Келесі ойын бізде ол Metro Exodus. GTA 5-ті өтуге болады енді, бірақ маған оны басынан сатып алу керектен, өйткені мен оны Rockstar'дың өзінің дүкенінен сатып алғам. Одан кейін оны Steam'да басынан бастап сатып алу керек емес дедім, және де мен негізі ол ойынды өтіп қойғам. Алдыңғы видеода айттым ғой мен, Death Stranding деген керемет ойын бар, бірақ ол iPad-тың эксклюзиві, Resident Evil сияқты, Assassin's Creed деген сияқты ойындар Apple-дың өзі ғана шығарады да, Android-тарға шығармайды да. Бірақ Android-тарға ол проблема емес. Сол Assassin's Creed болсын, Death Stranding болсын, ПК нұсқаларын өстіп өзің өте берсең болады. Сондықтан да бізге ештеңе қорқынышты емес. Тек қана настройкасын тауып алу керек. Metro продолжить дейді. Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Мен продолжить бастадым. Енді оқып бітқан жерінен алып шықты ғой. Қалай қашып кетуге болады? Оралады екен ғой. Мынандай крыса базар жоқ. Сенсор көбейту керек екен. Қаштық. Өткендер бар ма? Бұл жақта. Қазақстанға да барасың дейме, бір бәле дейді ғой. Сонда радиациядан шыққандар ма осындай болып кеткен, дәу болып, мутант болып, пышақ болып кетті аузында. Жалпы бұл түсіндіңдер, мінекей. Осы ПК ойындарды өте аласыңдар. Бір жаман оның сәл ми керек, сәл осы ми керек. Мен мінекей список желаемын ғана Steam'нің ішінде кейін сатып алатын ойындарды сақтап жүрмін. Неге лицензионды пираттықында қойып отыр, бірақ пираттықтар ол бір ашылады, бір жабылады. Оны Винлатор деген эмулятормен қоясыңдар, а мен Game Fusion'да үйреніп қалдым, және де ойындарға скидка күтемін. Кейде 35 дейді, ол далбас әңгіме, кейде 90% жүре бастайды. Red Dead Redemption'ге дейін өткенде 90% скидка болды. Uncharted осының бәрін өткім келіп жүр, құдай қаласа, осы планшетпен. Мінекей, Death Stranding'ті көрдіңдер ме, сақтап қойдым. Бұл 15.500 теңге тұрады дейді. Бұның жеңілдігін күтеміз, 90%, 80%, 70%. Сол кезде әдемі болады. Мінекей достар, мынау өткенде видеода көрсеткен сапалы ойындар, порттар. Мынау порт емес, ПК ойынның өзін. Ойлаңдаршы, қазір осылай болып жатыр. Қазіргі таңда 2026-да, яғни 25-те ме, 24-те ме басталды ғой бұның бәрі. Енді ойлап қарай, енді бір 3-4 жылдан кейін мына процессорлер бір орында тұрмайды ғой, дами береді. Мына программаларда ұйықтап қалмайды. Steam'нің өзі интерес қолап жатыр екен мына программаға. Өйткені бұлардың статистикасы бойынша планшет телефондарға бұлардың ПК ойындарын сатып алушылар жиіленіп кетті дейді.
Енді Steam Deck деген сияқты өздерінің консольдарын тастап планшеттерге, телефондарға көшеді деген үмітте боламыз. Ал ағайын, осымен бүгінгі видео тәмамдалды. Бастысы кейбіреулердің көздеріңді аштым деп ойлаймын. Кейбіреуінікі сол қалпы жабық тұр. iPad алыңдар бар, бірақ өкінішке орай былай эмулятор болмайды сендерде. Енді Steam өз кейін рұқсат алып сөйтіп істемесе, iPad'тың өзіне де әзірге осы. Сәл болсын ысырап жасамай, тиын үнемдеп алсын деп жатқаным сендерді. Өйтіп шатаспаңдар, адаспаңдар. Бұрын шыны керек мен де сендердің қатарыңда болдым, сол хейтерлердің қатарында. Android планшет ол онша емес дегендей. Ол өте үлкен қате пікір. Олардың бәрі, айта кетсек, жалпы девайстар бір орында тұра бермейді. Бұлар ай сайын демек, күн сайын дамып келе жатыр. Сол біз мысалы 3-4 жыл бұрын қарап көңіліміз қалса егер, андроидтар фу деп, бірақ ол дегенің әлі солай онша емес болып тұр деген ол өтірік әңгіме. Сондықтан да заманауи болайық, бірге дамайық. Мен кеңес беретін планшетім осы Red Magic Astra, Red Magic Nova, Lenovo Legion, сондай планшеттер. Енді басқа да нұсқалар болса, төменге пікірге қалдыра кетсеңдер болады. Сол, көріскенше достар, қызықты видео болды деп ойлаймын. Қысқа да нұсқа. Let's go.